Сәлем, қалдарыңыз қалай? Тағы мен сіздермен бүгінгі тақырып ауырмаудың жолы деп аталады. Ауырмайын десеңіз. Бүгін мен бір қызық мәлімет оқыдым. Бүгін мынандай бірақ бұл сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Бірінші кезекте қайталап көрсеңіздер, бірақ түсінетін боласыздар. Онда былай айтылған екен. Егер сіз дейді, аурудың сіз өзіңізден екендігін сезбейсіз дейді. Өзіңіз ауруды тудыратындығыңызды сезбейсіз деген сөз. Егер сіз өзіңіз ауру тудырғандығын сезсеңіз, ол аурудың дәрісі өзіңізде екендігіне сенбейсіз дейді. Егер сіз аурудың дәрісі, сол тудырған аурудың емделу жолында өзіңіз білесіз деген сөз ғой сонда. Егер сіз осыған сенетін болсаңыз, сізде ешқандай ауру болмайды. Ол деген сөз қарапайым тілмен айтқанда, ауырмауға болады деген сөз, ауру деген жоқ. Біз не істейміз? Претензия, өкпе, реніш, көп деген сыни пікірлер айтудан, сыни пікірлердің астындағы өзіміздің қорытындымызға келеміз де, іштей қынжыламыз. Осының салдарынан, себептерінен бізде аурулар туындайды екен. Бұл үшін не істеуіміз керек? Ешкімге рамка жасамауымыз керек. Біз біреулерді, әйелді осындай болу керек, еркек осындай болу керек, әке осындай, шеше осындай, аға осындай, жеңге, әпке деген осындай болу керек деп бір ережесін жасап аламыз. Олай адам баласының ережесін жасап, формуласын жасап алуға келмейді. Әрбір адам әртүрлі мінезді. Сол өзіміздің жасап алған ережемізге, формуламызға адамдардың мінез құлқы, бізге деген қарым-қатынастары сай келмей қалған кезде біз оған ренжиміз. Оның ешкімге ешқандай ештеңесі кетпейді, басқа адамдардың. Оның салдары өзімізге тиеді екен. Сондықтан аман болайық, сау болайық, деніміз сау болсын. Біліп жүріңіздер, күліп жүріңіздер, ауырмаңыздар.